Композиторның бүтін шатлығы шул, халыққа жыр кіріп урнаша екен, ол да болса, ол енді аның победасы деп әйтергә була. Чөнки ол халыққа кірген, халық жырына өрілген. Менә шундый булырга тиеш җырлар. Хәзер тагы нәрсә җырлыйбыз? Менә хәзер икебез кызларга хәзер хәтерлисезме үзегезнең беренче тапкыр гыйшык җырткан вакытларыгызны мәктәптә? Беренче тапкыр егетләрне күзли башлыйсыз, егетләр кызларны менә шундый җыр икебез дип атала. Сезгә бүләк барыгызга.
халық артисті Татарстанның атказанган сәнгат ішлеклесі Мұса Жалил премиясы лауреаты композитор Риф Хабулович Гадаулин. Рахмат. Мен біріншіден рахмат айтасым келе Сәйітке. Мұны өз вақытында 94 жылда башлап жібергені біздің танылған, қазір ұнтып келестерін Харис абай, ол Харис Айсеевич деп жүртәй дегенде, Харис Ибрагимов. Ол танылған музыкант түгіл, ол архитектор һәм шолық вақытта художник тайды. Меңа шалтырата, мына бізде ұйыштырасымыз келе Мәскеуде шондайрақ ұйышманы. Анасын Асиков шунарған итті, қошылып кетті. Анасын қошылып кетті Фирдәуес абай. Мына көресіз, мына қазір енді біздің танылған, сіздің яратқан жыртшығыз Сәйит Абдуллин. Мына ол енді неше ел, мына шошы ұйышманы қазір алып бара алға таба. Мен шанам оланы юғатмас. Һәм яңадан яңа ел сайын құрақтырам, яңадан яңа еш егітлер, қызлар келетіра. Шоңа көре келешекте оларға зор оңышлар тілейік. Ал келіңіз аларының концертына, аларны шын мәғынасында поддерживать етіңіз сіздіңше. Сіз бет шулай сөйлешесіз. Шыннан да аларны поддержайтерге керек, Сәйіп. Рахмет, Алтышты бұзушылар. Риф Гадаулин. Өзі рахмет достар. Шыннан да енді достар ешек етсең де уақыт ұза бітейме. Сіздер ағансыздар енді ешегіз боштыр енді әйме. Ашап берген ашларыңызы бітті. Шай ішесі келе ашылай бет. Қайтып, ашылай болғаш. Шылай болғаш соңғы жырабыз. Құтылдыңыз ма? Құтылдыңыз, ярай. Соңғы жырабызды достар жырлайбыз. Біргелеп менемден жырласаңыз әйбетрек болыр еді. Менің yazgan жырларымның бірісі Яшисі келе. Bu sişler
Бигдус, бигзор рахмат өзіңізге. Келгеніңіз үшін рахмат, шашкаларыңыз үшін рахмат, елмайышан yüzлеріңіз үшін бигзор рахмат. Дайте сказать-то. Хайрле Криш. Друзья мои, музыка – это голос Аллаха. Оно лечит, меняет состав крови, строение костей.